Саламатсыз ба достар, біз бүгін Залық деген қалаға келдік. Осы жерде Қазан деген неміс қазақша мәдениеттік бірлестік орналасқан. Қазір ішіне кіріп, адамдарымен, иелерімен танысамыз, және сізге жақынырақ көрсетеміз, не деген бұл бірлестік, немен олардың жұмыстары байланысты, соның барлығын сізге көрсетеміз. В 23 году мы открыли при нашем Ферайне дом Абая. Қазан неміс қазақстандық достық қауымдастығы 2016 жылы ашылды. Қазіргі уақытта қауымдастықтың құрамында 80-нен астам мүшесі бар. Казан — казахское немецкое сообщество, культур сообщества. И это наш Ферайн. Вот, мы в нем участвуем. Добрый день, зовут меня Валерий Освальд. Мы открыли Ферайн Дочи Казахиш Ферайн в городе Салах в 2016 году. Сейчас у нас находится больше 80 человек в Ферайне. Организовываем здесь Наурыз. В 2018 году мы первый раз открыли Наурыз, сделали. В 2019 году у нас был Наурыз проведен. Также был в 2023 году, вот сейчас был Наурыз проведен. И в 2023 году мы открыли при нашем Ферайне дом Абая. Хотели бы показать, где у нас это все происходит, что мы готовим. Все, давайте посмотрим. Тут находится в Салахе здание у нас, где мы проводим мероприятия. Сейчас мы вам покажем, у нас есть юрта еще одна внутри здания. Это вот у нас название Ферайна, Казан. А при Казани у нас ребята занимаются, сами изготавливают казы. Вот каза премиум. Можете показать, снять. В ближайшие дни у нас было чтение Абая. Вот у нас юрта. Типаж юрты сделано. Это было где-то месяца полтора назад. Мы открывали дом Абая. Приезжал президент от Андастара, а также был у нас советник президента Казахстана. И открыли дом Абая. Также мы вот получили подарок, дамру, и чтение о Абае. Өтіп кеткен 29 мамырда Қазан неміс қазақстандық қауымдастығы базасында Абай үйі қазақ мәдени іскерлік үйінің ресми ашылу салтанаты өтті. Бұл қауымдастығының басшысы Валерий Освальд келген қонақтарға алғысын білдіріп, мұнда жоғары жауапкершілікті абыроймен алып жүретінін атап кетті. Это наш большой мыслитель казахский. У него очень много предсказаний насчет будущего, насчет всех наших народов. Поэтому я бы хотел такой внести скромный вклад. Это вот пятитомник собрания на казахском языке произведений Маштура Жусупа. Павлодар Forever. И супер. И как у казахов традиция, шабан, это вот у нас есть такой новый бренд Тарья, специально для вас. А это классика. Сверху один. В 2019 году
мы проводили фотовыставку Казахстана. Первый раз мы провели в Берлине, второй раз мы провели во Франкфурте, город Франкфурт. Это фото на холсте сделаны, вот разного вида. Там у нас тоже висят. Хотел бы сейчас пригласить, вот мы бишбармак готовим, а каурдак. Пойдемте посмотрим. Қазан қоғамдастығының басты мақсаты құрмет пен теңдік қағидаты негізінде Қазақстан мен Германия арасындағы достық қарым-қатынасты дамыту, сондай-ақ өзара түсінікті нығайту үшін басқа да тиісті шараларды қабылдау. Әлеуметтік, мәдени және экономикалық мәселелерді шешудегі халықаралық ынтымақтастықты нығайту. Қоғамдастықтың тағы бір мақсаттарының бірі адамдарды біріктіруге бағытталған іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу болып табылады. Қош келдіңіздер неміс қазақ несіне сообществосына қала Залах. Осы жерде осылай біз жиналамыз. Да, добро пожаловать в казахско-немецкий Ферайн Казан в городе Залах. Здесь мы собираемся, празднуем праздники, тойы, ет асамыз, бауырсақ пісіреміз. Қош келдіңіздер бізге. Сұлтан, салам алейкум. Алейкум салям. Қош келдіңіздер бізге Казан Ферайнға. Это от нас небольшой подарок для тебя, да? Чтобы ты приехал домой с родителями, с родственниками, сварили мясо, покушали и вспомнили нас добрым словом, да? Так, вот небольшой презент. Мынау шұжығымыз. Мәссаған. Қараңдар достар. Мынау сүрленген ет. Сүрінген ет те бар. Мәссаған. Сүрленген татардың колбасасы қазылық. Мәссаған. Мынау біздің қазымыз. Аха, қазы. Міне достар. Вакуум упаковкада. Мынау піскен ет жая. Жая піскен. Қараңдар достар. Жая да бар, яры да бар. Осы кішкентай сыйлығымыз. Рахмет, көп-көп. Рахмет. Осында енді Арман деген жігіт, Мұхит деген батыр осында өз қолымен қазы, қарта, шұжық, жылқы етінен бәрін істейді ғой. Соны заказға интернеттен заказ алуға болады. Овощи гриль вот у нас сегодня. Вот эти вот казы именно, которые я сейчас говорил, ребята сами готовят, сами варят. Также каурдак у нас готовится. После всего этого чай на костре. Казах не может, с пиалочками. Будете чай? Давайте. Опс. Прошу. Спасибо. Да, всех желающих приглашаем к нам в Казан, Ферайн. Вот как я говорил, ребята готовят казы. Можете приобрести у нас казы. Самодельные. Кушаем, очень вкусные. Приезжайте, ждем в гости. Спасибо. Міне достар. Каурдак. Қайнап тұр. Я в этот красный праздник. Вот приготовили каурдак. Вкусный, очень смачный. Салам алейкум. Вот два твоих друга вытаскивают курдак. Ого,
тяжелый. Подъезжайте туда, хватит, надо вторую. Сейчас счет. На стол ставь там, делай. Смотри. Он такой умный, я вообще не знаю. Бьется, бьется. Как на свадьбу. Ну скоро, да, Валя? Все своими руками делает. Начиная от газы. Да, Виктор Александрович? Взять тещи просит налить. И это там водку возьми. Коньяк стоят, что ли? Водку спроси. Вот. Готовое блюдо. Идем кушать, приглашаем. Осторожно. Не принесли. Біздің жанұямызды қоғамдастықтың иелері мен мүшелері өте жылы жақсы қарсы алды. Тағамдардың барлығы өте дәмді болды. Қауымдастық жетекшісі өте ашық және жағымды адам екенін дәлелдеді. Осылайша біз қоғамдастықтың аз мүшелерімен таныстық. Бізді қонаққа шақырғанына өте қуаныштымыз. Іс-шаралардың біріне қатысып, жерлестерімізбен ортақ үстел бөліскенімізге өте ризамыз. Так, бешбармак кому накласть? Давайте тарелочку. Гостей, что гости к нам приехали за бешбармак, за каурдак. Папа шло. Там... Всем приятного аппетита. Рахмет. Рахмет. неге мені қинайсың жүрегіммен ойнайсың Вот эти вот точно. У которого белая кость. У которого белая кость сначала должен. Белая кость это чингизиды. Это турели от Чингисхана. Да, я говорю, что не белый калям-балям. Я не говорю. Осылайша біздің Қазан қоғамдастығымен танысу күні өтті. Осы видео баянды соңына дейін көргеніңіз үшін көп рахмет айтамыз. Және де біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Сізден лайк және пікірлеріңізді күтеміз. Кездескенше достар. Салам Казахстану! Казахстан, салам, салам! Сегодня вот прошел у нас день, провели праздник, приготовили бешбармак, каурдак, собрались сообщество наше ферайновское. Приглашаем вас к нам в гости, ждем. Телефоны, надеюсь, останутся наши. Ждем вас в гости. Благодарю. Спасибо большое.